Сәлеметсіз балалар, бүгінгі технология сабағымыздың тақырыбы тұрмыстағы жөндеу жұмыстары. Оқу мақсаты: материалдар мен құралдарды қауіпсіздік техникасын сақтап, қолданудың маңыздылығын сезіне отырып демонстрациялау. Қол құралдарын пайдалану арқылы ақауларды жою бойынша қарапайым жөндеу мен интерьерді ұйымдастыру бойынша тәжірибелік жұмыстар орындау. Бағалау критерийлері: білім алушы құралдарды қауіпсіздік техникасын сақтап қолдану, әртүрлі құралдармен жұмыс істеу, тұрмыстағы жөндеу жұмыстары кезінде қол құралын қолдану, тұрмыстағы ақауларды қалай жөндеу керектігін білу. Шеге қағу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жұмыс жасау. Қабырғаға түс қағаздарды жабыстыру құралдарымен істеу ережелері. Баспалдақ және басқа да құралдармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау құралдары. Қабырғаны әктеу не сырлау кезіндегі жұмыстарға көрініс слайды. Жарық және тесіктерді жамау, шпаклевкалау құралымен жұмыс істеу ережелері. Бүгінгі алған тәжірибені келешек тұрмыста қолдану, қауіпсіздік ережелері арқылы жұмыс жасау. Сабағымыздың соңы. Сау сәлемет болыңыздар.